Сәлем достар, бүгін сіздерге көптің сұранысы бойынша бөректің рецептін ұсынамын. Ыдысымызға 200 мл сүт, 50 грамм еріген сары майды және де бір ас қасық ұнды араластырып аламыз. Моцарелла сырды үккіштен өткізіп, үстіне творог қосып, дәміне қарай тұз қосамыз. Дайын қамырға осындай бағана жасаған сары майымызды жағамыз. Мен 3 қабат жасадым. Мен бұл қамырды дайын сатып алдым. Сіздер өздеріңіз қолдан жайсаңыздар да болады. Қамырын астына жаза кетем рецептін. Сосын 3 қабат қамырға сары майды араластырып жаққаннан кейін начинкамызды саламыз. Дәл осылай видеодағыдай астына пакет төсеп ораймыз. Бетіне жұмыртқа жағамыз. Бетін макпен, күнжітпен сәндесеңіздер болады. 180 градус қысып тұрған духовкада 20-25 минут пісіріп алдым. Менің бөрегім дайын. Дәмі өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.